Сәлем достар, бүгін біз жасымықтан пюре сорпа әзірлейміз. Етімізді кастрюльге салып, суды құйып қайнатамыз. Етіміз қайнағаннан кейін көбігін алып, лавр жапырағы мен тұзды қосып, 1,5 сағатқа баяу отта қайнатамыз. Бізге қажетті ингредиенттерді алдын ала дайындап аламыз. Зираны ұсақтап аламыз. Табаға майды құйып қыздырамыз. Ұсақтап туралған пиязды, сарымсақты, қызанақ пастасын қосып жақсылап қуырамыз. Зира мен сәбізді салып, қуырып, үстінен жасымықты саламыз. Етімізді сорпамыздан сүзіп аламыз. Қуырмамыздың үстіне сорпамызды құйып 20 минутқа бұқтырамыз. Дайын болған бұқпамыздан блендер немесе комбайнның көмегімен пюре жасаймыз. Пюремізге қалған сорпамызды құйып, сұйықтатып аламыз. Пюре сорпамыз дайын, ас болсын.